Мама мен кісі өлтіріп қойдым. Мама мен кісі өлтіріп қойдым, алып кетші деді. Не болды? Ей, не үшін, не қылып, сен не қылып сөйтіп істедің деп сөйтіп едім. Мама, 3 күннің ішінде талғардан көздеріңді жоғалтпасыңдар. Шешеңді барып бауыздап кетемін деп айтты. Мен қалай шыдамадым. Мамандығы кім Еламанның? Мама Костоправ қой. Мына көлік сол Еламанның көлігі ма? Жоқ, бұл жерде Еламанның көлігі жоқ бұл. Осындай көліктер жөндейді, иә? Осындай көліктерді басынан аяғынан аварийный, андай мындай жөндейді, жасайды. Полиция қызметкерлері, тергеушілердің көлігін жөндеп пе еді? Жоқ, енді жасаса жасаған шығар, жасаса да ол ақшаға жасайды ғой, бекерге ешкімге жасамайды. Не болды, сен неғып ішіп келдің деп едім. Мама деді, жылады. Мама, мен Аружанды біреумен ұстап алдым деді. Интимдік суреттерін таратқан дейді. Интимдік суретін таратқанда өзі екеуінің арасында болған сурет қана бұл жерде. Екеуінің төсек қатынасындағы суреттерін кімге жіберген? Туысқандарына жібергендер. Мен де анамын, ол да ана. Бәріміз де өз баламыз, каждый өз баласын ойлайды. Солай емес пе? Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, сіздермен Руслан Өтепбай. Талғардағы қанды қылмыстың журналистік зерттеуі әрмен қарай жалғасуда. Дәл қазір мен Талғар ауданы Қызыл Қайрат елді мекеніне келіп отырмын. Артымда тұрған мына үй Ернар атты азаматты 2 рет жүрек тұсынан атып өлтірген күдіктінің үйі. Таяуда күдіктінің анасы әлеуметтік желіге видео салған болатын және менің келуімді, сұхбат алуымды өтінген болатын. Қазір енді мәселенің мән жайын анасының өзінен сұрап білейік. Шынар апай, саламатсыз ба? Амансыз ба? Жақсы, рахмет. Сұхбат беруге дайынсыз ғой? Дайын. Өзім шақырып отырмын ғой, сен балам. Өз еркіңізбен, иә? Өз еркіммен. Ешкім қыспаққа алған жоқ. Жоқ. Жақсы, енді сұхбатты бастайықшы. Мен сізге хабарласқан жоқпын, өзіңіз хабарластыңыз. Мен енді сіздің өтінішіңізбен келіп тұрмын. Бірінші тараптан сұхбат алдым, оны YouTube-ға салдым, өзіңіз көрген боларсыз. Оқиға орнында мен сізді жолықтырдым. Ол кезде енді сұхбат беруден бас тарттыңыз, түсінікті. Иә, жағдай түсінікті. Бірінші сұрағым, әлеуметтік желіге видео салыпсыз. Иә, салдым. Видео салуға негіз болды ма? Себеп қандай? Бар себеп. Өйткені әлеуметтік неде жүрлерде көбісі өтірік. Ол жерде. Өйткені балам атқан, мен оны атқан жоқ, адам өлтірген жоқ деп атқан жоқпын. Өз қолымен істедім, мойнымен көтереді бала. Өйткені ол ондай емес еді. Осындай жағдайға ұшыратқан кім? Соны ешкім сұрамайды. Ешкім қанша мен балалар кіргізбейді, тиктокқа да, ютубқа да ешқайсысы кіргізбейді. Сондықтан мен жағдай жөнді елден естеймін, балалардан естеймін, бірақ жай ғана елден естеймін. Ал бұлар соншалықты енді баламды жауыз қылып тастағанда менің ішім күйіп, жан айқайым, қалай айтам деп саған да звондадым. Мына бір Әлібек деген журналистке де звондадым. Звондаған адам қалған жоқ, сөйлесейін деп. Мен жалғыз басты адаммын. Еламан енді өзі әкесінен кішкентайынан 6 жасында ғана қалған. Сондықтан соны айтайын, бар шындықты. Бар білгенімді айтам. Мен өтірік айту білмеймін. Біздің тұқымда өтірік айтпайды. Сондықтан баламды кішкене болса да ақтап алайын деп, соны мен ақтап болса да, хотя бы атын отырады ғой. Желіде айтып атқан адамдарға кішкене неғі болсын деп сені шақырып отырмын, жаным. Жақсы, мынандай сұрақ қояйын, Шынар апай, балаңызды ақтап алғыңыз келеді, бірақ бұл іс ақтауға тұрарлық па, қалай ойлайсыз? Жоқ, ақтауға тұрарлық деп айтпаймын. Мен бұның несін емес, өлтірген жерін несін неғмаймын. Бірақ бұның сол ақтауға тұрарлық болғанда неге ондайға барғанын айтайын деп отырмын. Не үшін ол сондай барды, не үшін сөйтіп істеді ол? Өмірі ешкімді үйренжетпейтін, аңқылдақ болған жуас бала болатын. Жақсы, не себепті барды деп ойлайсыз? Не себепті болғанда мен қазір басынан бастап айтайын, мен шатасып кетейін, мен көп не қыламаймын, заикасы етемін. Бұлардың қызбенен жүргеніне уже 6 айдан, жарты жылдан асып кетті бұл қызбен. Бұл қызды үйге келіп таныстырған, біз бұл қызды келін қылып түсіріп алайық деп, басына да орамалда салайық дегенбіз. Орамалда салғанбыз. Салғанбыз, ол қыз айтты, мен енді қыз емеспін ғой. Мен үйге барып шешем айтайын, шешем рұқсат болса мен Еламан келемді, тұра берем деді. Жарайды, онда қойдық. Бірақ стол жасап, күтіп алдық. Мен әпкем бар, қызым бар, кіші қызым бар. Бәріміз күтіп алдық, бәрі жақсы болған. Аружан өзі келді ма? Иә, өзі келді ғой. Үйге келді ғой маған. Келіп, онан кейін бұл қыз деген, одан кейін талай рет өзі келіп жүрді, қонып жүрді, келіп кетіп жүрді, қызымен келіп жүрді. Қызы мен балама папа дейтін, өмір бала неғылмайды. Не деуші әлгі.
баланы жақсы көреді. Өте жақсы көреді кішкентай балалардың бәрі біледі. Осы кімнен сұрасаң да еламанды айтып береді, бәрі жазып жатыр ғой, танитын адам бәрі. Ондай емес еді ғой, бұл балаңызға не болған деп. Мен айтып отырмын, енді осындай жағдайға жәбірлеген сондай жағдай болып тұр ғой, бұл ондай болмас. Содан бұлар келіп кетіп жүрді. Бұлар деген бір күні ұрысып қалады. Неге ұрысып қалғанын енді білмейміз, анамыз ғой, қайдан білейік, бізге айтпайды ғой бұлар. Соң бұл қыз деген бір күні ауырып жатсам, өзім бас ауруым бар, сол үшін айта алмай тұрғам. Ауырып жатсам, үйге топырлап айғайлап кіреді. Аружан бар, Аружан жаңа қайтыс болған ағасы бар, соң бір келіншек бар. Енді мен жеңгесі деп ойладым, кім екенін білмей танымай. Мен жатқам. Соны айғайлап Аружан, балаңыз қайда? Балаңыз табыңыз маған, бол, тез тауып беріңіз. Ағасы қайда, әпкесі қайда? Жинаңыз бәрін мына жерге. Мен қазір роботы шақырам, мен балаңыз отырғызам деп тұр, өсіп айғайлады міне. Сөйтіп, не болды дедім. Мен ауырып жатырмын, көріпсің тұр, басымды көтере алмай жатырмын. Десем, білмеймін, мен жатағым жоқ, балаңыз тауып беріңіз. Менің бір личный суреттерім бәрін мен туысқандарыма жіберіп жатыр деді. Соны айтты, мен не болды дедім, ана бала, диванда жаңа ағасы отырған ана жерде. Қайда балаңыз? Менен қорқып келмей жатыр ма деді. Мен айттым, айналайын, сенен қорқатын бала емес дедім. Шынымды айттым. Мен балаларым ешкімнен қорықпайды. Сенен қорқатын бала емес дедім. Жоқ, ол менен қорқады. Қазір балаңыз келсін деді. Қолына пышақ ұстатам деді балаңыздың. Біреуді тыққызам деді. Мен отырғызам деді. Шамаң келсе істеп ал дедім. Шамаң келсе істеп ал дедім. Содан кейін бір кезде ана қыз роботы шақырды. Роботы келді дейді. Сосын мен роботы шақырып, ана роботы 3 бала кірді да мынадай есіктен. Апаның үйіне бастап кірмейміз деді. Үйінде бала жоқ екен деді. Жүріңіз далаға шығып сөйлесеміз деді. Соны сөйтіп барады, аттары кім екен, мына балаң енді ертең керек қой өзіме, кімдер келді десе, қайта біреуінің атын біліп сөйтсем, Аружан айғайлады маған. Таныстарың ұрғаным жоқ мен сенің. Неменеді, Астанаға барам, керек болса президентке барам дедім. Баратын жеріңе барып ал дедім. Баратын жеріңе барып ал. Мен өзім үшін сұрадым. Сол бір кезде ана ағасы ең соңында аяқ киім деп отырған. Тәте деді, қазір балаңызды ұстасам, өкпелмеңіз, аямайым деді. Өлтіріп тастайын деді. Дүп тұрпағыңызбен бауыздап кетеміз деді. Міне мен оны шын неге айтып отырмын. Тұр, ұстап алам да отырғызам деді. Ой, ұстап ал да отырғыз дедім. Айналып берейін, ұстап алшы сен. Отырғыз, не істейсің, соны істе дедім. Мен өзім ауырып тұрғанда мені мазаламаңдар дедім. Неге сіз дәл осылай қабылдадыңыз ақпаратты? Қалай қабылдадым? Енді білгендерін істеп ал деп. Жоқ, ол кезде мен білмеймін ғой не екенін. Тұр, құр сүйрет деді, құр не деді. Мен өзім басында айтып, енді елге жайралмай қойын, ауырып неғым бар, өзім сөйлей алмай қалам. Не істесің, анау енді маған үргізал етіп тұр, ана балашы. Осыдан деп көзін ала айтып тұрып, айғап. Сіз сұрамадыңыз ба, қандай суреттер таратып жатыр деп? Айтпады, сурет дегенде өзімнің интимный суреттерім деді. Енді ол қылмыс екенін білесіз ғой сіз? Ол қылмыс екенін білемін, бірақ ол жерде ешқандай интимный жоқ. Екеуінің өзара общий болған нелері, ана қызды түсіріп, екеуінің өзара нелері ғой. Нелері? Түсірген, өздерін түсірген суреттер. Жоқ, ол екеуі де киімдері бар, селфи түскен суреттер ме, әлде? Болады ғой. Оны мен енді көрген жоқ. Мен енді соны неғанда білем, бар, ол бәрі ана баламның, менің телефоным роботыда жатыр. Соның ішінде бәрі доказательства бар, мен оған 100% айта аламын. Бәрі бар, суреттері де бар, несі де бар, бәрі де бар. Сондықтан ол қазір пока мен дело бітпейінше ол телефон. Жақсы, сөйтіп айтты да олар шығып кетті ме? Олар шығып кетті. Полицияда кетті. Маған қызымды шақыр, немді шақыр деді ғой. Сонымен ана қызым келді бір кезде. Сонымен қызым келді. Далаға шығып кетті, далада сөйлесіп тұрды. Қызым барды, мен орысша сөйлейді. Вы меня искали, вот я сестра деп қызым барды. Қызыма барып еді, сол маған айтқан сөзді өлтіремін де, отырғызамын да, сөйтем деген бала о қызға да айтқан. Енді сол. Содан бұлар кетіп қалған. Енді содан кейін, бір күннен кейін бұлар қайтадан татуласады, содан татуласады, үйге келеді, тамақ ішеді, мен ауырып жатырмын. Оның ертесіне тағы келеді, оның ертесіне қызымен келеді. Жап-жақсы сөз, мен балама айттым, міне, балам дедім, қойсаңыз жібер бұл қызды дедім. Бұл қыз саған әйел бола алмас енді. Мынандайдан кейін тағы да ертең тағы да бір нәрсе болып ұрысып қалып, тағы да өстіп әйеліне жазып жүре ма, өстіп жүресіңдер ма? Қой дедім, қыз жетеді ғой. Шіркін, мен ананың сөзі ғой енді. Таста деп сөйтіп едім, ама бізде бәрі жақсы, араласпай-ақ қойшы, бәрі жақсы, уайымдамай-ақ қойшы деді, болды. Сонымен қойылған іс болатын. Содан бір күні, сол өлтіретін күні 3 күн бұрын
3 күн бұрын бұл түнгі сағат 2-ге шейін жоқ қой, бұл қайда. Бір кезде 2-де кірді де бүйтіп міне өстіп кірді. Өйтіп кірді де мен айттым, балам 2 болды ғой, қайда жүрсің дедім. Сөйтіп, ой, 2 болып кетті ма деді. Иә дедім, 2 болды ғой дедім. Мама телефонын бере тұршы деді. Ей, телефоның қайда? Робот алып қойды деді. Неге деп едім, мама сосын телефонын бере тұршы, скорый шақырам деді. Скорый шақырдық. Скорый шақырдық, жаңа скорый бала келді, сағат 2-ден кейін келіп, жаңа баланы өз комнатасына кіріп, мені кіргізбей қойды бала. Комнатасына кіріп, жаңа шешіндіріп, жаңа тексеріп, бала шықты скорыйдағы. Тәте деді, балаңызды алып кетеміз деді. Не болды деп едім, балаңыздың побойлары қатты екен, побойлары басы бір жағы не қылған. Соны барып түсіреміз деді. Түсіріп, түсінген барып. Бұл қайдан келген жарақаттар? Сол күні солар ұрып кеткен. Жаңағы қайтыс болған бала сол күні алдап шақырып алып бұны. Алдап шақырып өздері айтты ғой басында біз алдап шақырып алғанбыз. Алдап шақырып алғанда татуласамыз деп жаңағы Аружан. Ағасы достарын жинап, оны ұрып кеткен. Ұрғанда еще құр ұрмаған, унижать еткен. Оның да суреттер ағасының телефонда. Ағасы түсіріп тұрған соның бәрін. Оны ең соңғы рет баланы өлтіріп бізге не қылғанда мен қызыма телефонға қарапты. Доказательство бар, Дина, доказательство бар, ана баланың телефонында, өлген баланың телефонында. Сонымен бұны скорыйдан сағат 4-те келеді, жаңағы балалар заключениені алып келеді, жаңа заключение бар. Алып келеді, жатады. Мен айттым, шай ішесің бе десем, жоқ деді, жатты. Бір кезде таңертең ояттым, басын көтере алмайды, жаңа басын қолымен ұстап, бүйтіп әрең дегенде, доктор жоқ мама деді. Сонымен ол күні бойы үйде жатты. Неге сіздер сол кезде полицияға арыз жазбадыңыздар? Мен әлі ештеңесін білмеймін ғой, айтқан жоқ қой, бұл жатты ғой, тұра алмай жатты. Көршім кірді, көршім айтты, ей, Роман, что с тобой, болеешь деп еді? Да, деді, өз комнатасынан шықпады. Содан да, деді, орыс кісі. Содан жаңа енді өзі тұрады, түсіндіреді, бір кезде біреу звондап еді, немеремнің телефонын алған, телефон жоқ қой, маған бере тұршы, мен 1-2 сағат ұстай тұрайын, өзім телефонды роботын алғаны кейін, мен саған қайтып беремін телефонын деді. Бопты деп, жаңа немере қызым берді. Сол телефонға звондады біреу, звондап еді, бұл тұрды, киініп кетіп қалды. Содан кейін бір 3-4 сағат енем, мам, қайдасың? Ауырып тұрып қайда кеттің деген, бала далада есінің алдында балалармен жүрдім. Жата бер, мама, уайымдама деді. Бірінші күні жарайды болыпты дедім. Сонымен жатып қалдық. Ертесіне бұл келмеді. Тағы да звондадым. Мам, жұмыстамын ғой деді. Болды басқа ештеңе. 3-ші күні таңертең звондады. Мама, ана телефонда, сенің телефоныңда балалардың достарым номері бар, бере саласың ба деді. Таңертең. Сонымен айттым, мен жібере алмаймын ғой, қазір Ақмаралға айтайын, Ақмарал жіберіп береді деп, Ақмарал жіберіп берді. Қанша досың? Білмеймін, қанша досындікі бар екен, достарының телефондарын жіберіп берді, қаншасын сұраған жоқпын, 3-4 достарының телефоны бар еді, керекті телефондар деді. Бопты деді, сол жіберіп берді, соның бір кезде түстің уақытында звондады. Мама, қатты шықты дауысым, мама, бұл тез балаларды киіндірді, өзін де киінді. Динаның үйіне кетіп қаш, мама, пожалуйста, тез кетіп қаш деді. Не болды дедім. Мама, мен кісі өлтіріп қойдым, алып кетші деді. Не болды? Не үшін, не қылып сөйтіп істедің деп сөйтіп едім. Мама, 3 күннің ішінде Талғардан көздеріңді жоғалтпасыңдар, шешеңді барып бауыздап кетем деп айтты. Мен қалай шыдамадым дейді. Оның кейін енді айтқан сөздер аралағанда нелер бауыздап кетем. Оның алдында да маған да айтты ғой, ол сөз бәрі түпті тұрағымен бауыздап кетеміз деп. 3 күннің ішінде көзіңді Талғардан жоғалтпасаң бауыздап кетем деп, шешеңді барып бауыздап кетем деп айтты. Мама, кетші деп сөйтті. Содан кейін жарайды деп, жаңа қызым да келе қалды, қызыма да звондап, маманы алып кетші, бол тез аналар келіп бауыздап кетеді деп. Сол менің қызым келді, мен ол жаққа алып кеттім. Міне, оны кейінге ана жаққа шақырдым. Мынау қазір кімнің үйі тұр бізге тұрған? Менің үйім емес, бұл қызым үйі. Менің үйім Талғарда. Мен мына жақтан просто қыздар, балалар жібермей отыр. Қорқады ғой, бауыздап кетем деген енді. Сондай жағдай болған. Оның баламды ұрған несте бар, әлгі, не дейді, заключениясы, побой, қағазын түгел бәрі бар. Оны неге ұстап отырмын ғой. Жақсы, енді мен сұрақ қояйын, сіз айтып болдыңыз ғой? Айтып болдым, жаным. Менің сұрағым мынадай. Бұл Аружан мен ұлыңыздың аты? Еламан. Қалай танысқан екен? Ой, енді танысқанын бізге айтпайды ғой. Танысқан осы 6 ай бұрын мұның алдында айтты. Біз жарты жыл болып жүріп жүргеніміз. Жақсы, ол енді маңызды емес. Маңыздысы Аружанның жақындарын айтуынша Еламан
несие алдырған дейді. Рас па осы? Жоқ. Осы даудың басы барлығы осы несиеден шықты. Одан кейін интимдік суреттерін таратқан дейді. Интимдік суретін таратқанда өзі екеуінің арасында болған сурет қана бұл жерде. Енді мен нақтылайыншы осы жерде. Екеуінің арасындағы қандай суреттер ол? Өздерінің сол интимный суреттерін ана екеуі ұрысып қалғанда не үшін ұрысқанын білмеймін енді. Сол кезде бұл жынданып Аружанға, өтірік айтамын, міне тоқтай тұр. Ол бүйтіп келді. Бұл өмір арақ ішпейтін бала. Өмір арақ ішпейтін. Темек тартса тартатын шығар, бағы маған көрсетіп көрген емес. Мен бір балам көрсетпейді ондайды. Сонда бұл бір күні ішіп келді. Бұл өмір ішпейді. Не болды сен неғып ішіп келдің деп едім. Мама дейді, жылады. Мама, мен Аружанды біреумен ұстап алдым деді. Мен Аружанды біреумен ұстап алдым. Ұстамасаң ол сенің әйелің емес, қатының емес. Не қыласың жібер деп сол кезде де айтқам. Сөйтіп жоқ мама, мен қанша болды? Мен 6 айдан асып мен жүріп жүрген, біз екеуміз жүріп жүрген, үйленейік деп жүргенбіз дейді. Мен оған үйленейін деп жүрген дейді. Мен басқа біреумен ұстап алдым деді. Сөйтіп тұрып жылады бұл ішіп келген дейді. Сол кезде бұл ұстамағанда сол интимный суретті жіберіп отыр ғой. Жақсы. Екеуінің төсек қатынасындағы суреттерін кімге жіберген? Туысқандарына жібергендер ғой. Туысқандарына, одан кейін менің естуімше аптекада, дәріханада жұмыс істеген, сол коллегасына жіберген. Содан кейін Аружан жұмыстан шығып кетіпті. Бұл енді менің естіген ақпаратым. Онысын білмеймін. Только туысқандарына маған айтқаны, Аружанның өзі де айтқаны, туған туысқандарыма жіберіп жатыр. Менің личный суреттерім деді. Мен ол кезде де білмеймін интимный сурет. Жақсы, енді сіз балаңыздың осы әрекетін құп көресіз ба? Жоқ, енді бұл деген екі арада болған емес. Білмеймін ғой бұлардың арасында не қандай ұрыс болды. Мен қалай мен баламды ондай жамандыққа апарамаймын, ол ондай емес еді. Ондай емес еді. Сені біреумен балаң, мен шешеңді бауыздап кетемін деп боқтап, аузына келгенді айтып жатса, любой еркекте намыс бар. Любой еркек шешесі үшін жанын береді. Сол сияқты бұл да мен үшін істеп отыр ғой, сол мен үшін істеп отыр, басқа ешкім үшін емес. Енді ана Аружанға ерегіскен Аружанды да енді білмеймін ғой, бізде жап-жақсы келіп кетіп, мен адал асымды ішіп жүрген қыз, қонып жүрген қыз, мен ойламаппын сондай істейді деп ше. Жақсы, Шынар апай, енді сізді ана ретінде түсінуге болады. Иә? Бірақ ол жақта өлім болып отыр. Онда түсініп отырмын. Ол өз жазасын алады мен балам. Мен ол жазасын алмайды демеймін. Қолымен істеңді айтып отырмын ғой, мойымен көтереді. Енді суық қару, автомат балаңызда қалай пайда болды? Білмеймін оны қайда пайда болған, білмеймін. Үйден көрмегенсіз автоматты? Үйден көрмегенмін ондай автомат. Ешқашан болмаған. Бұл қару ұстап көрген бала емес болатын. Бұл қалай, қайдан алды, білмеймін ғой соны. Және Аружанды зорлады дейді. Жоқ, оны Аружан барып, екеуі ұрысып қалып, маған кеп скандал шығарып, балаң тауып беріңіз деп айғайлап отырғызамыз, қиратамыз дегенін ертесіне татуласып отырып, Аружан барып заявлениесін алып, ол да телефонда да бар, ол точно мен 100% білем, Аружанның өз немен естіген телефонның ішінде, Еламан, пожалуйста, өкпелемеші, мен өтірік айтқаныма, менің арыз жазғаныма өкпелемеші, мен тастамашы деп айтқан сөздері бар. Оның бәрі телефоннан шығады. Қазір мен қолымда доказы жоқ, бірақ бәрі бар. Жақсы, енді бұл жалпылама әңгіме ғой, енді іске қатысты айтайықшы, қылмыстық іске қатысты, иә? Сіз енді мені шақырғаннан кейін, мен келіп тұрмын, мен бейтараппын. Мен бірінші тарапты тыңдадым. Сіз енді әлеуметтік желіге менің атымды айтып, Руслан Өтепбайға да хабарластым, ешқайсы телефон алмайды. Бірақ менің енді күнде қанша адам хабарласады. Иә, сосын оны дереу көргеннен кейін елдер белгіледі, осы кісіден де сұхбат алдыңыз, мен сізге келіп тұрмын. Енді ащы болса да шындық, балаңыз енді суық қарумен марқұмның жүрегіне 2 рет оқ атқан. Егер бұрын соңды қару ұстап көрмесе, дәл осылай оқ ату. Ұстап көрмеген. Енді бұл служить етті. Қайда служить етті? Служить етті, Петропавловскада служить етті. Қай жылы? Бұлып қалдым ғой өзі. Ал қандай гвардия? Ұлттық ұлан ба? Ой, онысын білмеймін, ұмытып та қалдым мен. Есі жоқ қой. Служить етті, жақсы 3 грамотасы бар, службадан келген. 3 грамотасы бар, медалі бар. Алып келген, нелерді ұстап, нені ұрлаған бандиттерді ұстап, медалі бар, грамоталары бар, неден берген. Ол телевизордан көрсеткен, тик-токтадан, инстаграмнан көрсеткен баламды. Олыңызды ма? Сол әскер кезінде ма? Иә, әскер кезінде. 3 грамотасы бар. Жақсы, енді қараңыз, хронология бойынша айтайықшы,
6 ай бойы кездесіп жүреді. Енді сіз айтып отырсыз ғой, үйге келіп, маған қоқан-лоққы көрсетті туыстары деп. Оған менің ойымша негіз болған фактор, ұлыңыз өзінің және қызының, Аружанның жеке қатынастағы суреттерін туыстарына таратып жіберді. Енді сіз ойлаңызшы, Шынар апай, сіздің қызыңыз бар ғой, сіздің қызыңыздың жеке суреттерін өзге біреу таратып жіберсе, сіз қандай күйде боласыз? Мен о жағынан ештеңе деп тұрған жоқ. Мен о жағынан енді ол екі ара шешу керек еді, елді араластырмау керек еді, ағасын араластырмау керек еді. Ағасын енді араластырып көрмесін ба, не болып отыр? Енді бұл жерде қарындасының ары үшін ағасы қосылып тұр ғой, мен солай түсінемін. Енді дұрыс қой, оның бәрі мен ештеңе деп тұрған жоқпын. Сол күні мынау өлетін күні шақырмағанда, бұл баланы шақырмағанда алдап мұндай өлім болмас еді. Ана ағасы боқтама, бұл мүмкін барған шығар, сөйлесейін деп. Ол кірген, Аружанды іздеп кіргенде мамасы отыр дейді. Қыз папа деп алдынан жүгіріп шыққан. Папа деп жүгіріп шыққан қызды құшақтап алып кеткен, Аружан келіп алып кетеді деп. Таудың басына шығып күтіп отырған Аружанды. Аружанды, жоқ, ол жерде сіз енді оқиға орнында болдыңыз ғой? Болдым мен. Мені де көрдіңіз ғой, сол жүрген. Ол жерде ешбір журналист болған жоқ, құзырлы құқық қорғау органдары және марқұмның жақындары сіз болдыңыз. Мен болдым, Және ол жердегі полиция департаментінің айтуы бойынша, ол ресми мәлімдеме, тұтқын қылып 2 жасар қызды ұстап отыр деді. Енді ол тұтқын қылғанда көтеріп кет, алдынан енді папа деп шығып көтеріп кеткен, Аружан келіп алып кетеді. Папа деп жүгіріп шыққан алдынан. Бұл деген көтеріп кеткен, Аружан келіп алып кетеді. Бұл ойлаған, Аружан келеді, біз сөйлесеміз, не қыламыз ба деп сөйтіп ойлаған. Сіз мына суретті көрдіңіз ғой, Көрдім ғой. Тапанша кезеп тұр. Мынау сіздің ұлыңыз ғой. Менің ұлым. Соны айтып тұрмын ғой. Ал бұл деген тапанша кезеп тұрса, қалай бұны суретке түсіріп тұрса? Ойлаңызшы, мынау тапанша кезіп тұр адамға, а сен соны видеоға қалай түсіріп тұрсың? Енді бұл жерде сіз сонда видеоға түсірген адамның әрекетін дұрыс бақыламай тұрсыз ба? Жоқ қой, енді қалай түсіріп тұр? Адам қорқады ғой, саған басына тапанша ұстап тұрса. Мүмкін қолыңды көтер деген кезде телефонның қолында болып түсіріп қалған шығар. Сол кезде мына бала жүгіріп шыққанда бұл қызды көтеріп алып кеткен ғой, ешкімге тиіспейді. Енді ол кәмелетке толмаған қыз, бұның туған қыз емес, не себепті алып кетеді? Енді папа деп, бұл келгенде де папа дейтін. Былай бұл ана папа, мына осыны біледі, осы папа деп жүр ғой. Қайдан біледі? Бұны папа дейтін. Және осы кезде үйге келген кезде қасында 2 жігіт болған дейді. Білесіз ба? Жоқ, оны білмеймін, қанша өзім болдым деп. Маған айтқаны өзім болдым деп. Бұл 2 бала бар. Жаңа сіз нөмірлерін бердіңіз ғой достарының? Солардың біреуі болуы мүмкін ғой ол. 2 досы. Олар кәмелетке толмағандар. Қазір кәмелетке, кеше барып жүрмін ғой роботыға. Кәмелетке толмаған дейді. Олар біз тұрған жердегі балалар, олар өңшін жас бала. Білсе бір көп болса 1 ай, 2 ай ғана біледі бұл балаларды. Біз ол жерде көп тұрған жоқпыз. Енді сол балаларды апарып, осы қылмысқа барып тұр ғой ұлыңыз. Енді барғанда өз аяқтарымен барып тұр. Айтуынша өздері барып тұр ғой. Ешкім олар зорлап апарған жоқ. Енді мен баламды кінәлап атқан жоқпын. Ақтап атқан жоқпын. Мен айтып отырмын ғой, мен баламды ақтап атқан жоқпын. Бірақ мына жүйелідегі сонша қанішер, анау-мынау дегендер, енді кішкене болса да балама несін ақтап, айтып берейін бар шындықты. Ол жерде қанша өтірік кетіп жатыр, сен қанша өтірік кетіп жатыр ана жерде. Мен жүрегім ауырады, ана жерде естіп отырсаң, айтып, мынау былай келіп айтады, мына көршім былай айтады, енді ондай емес деді ғой, мына балам бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр, бір сөзге шықпайсыз ба, бір нәрсе айтпайсыз ба деп. Мен айтамын, өз уақыты келеді, айтылады ғой, ол сотта шығады бәрі. Мен шықпайды деп отқан. Шынар апай, енді мен заңгер емеспін, журналистпін. Білем. Бірақ менің түйсігімде бұл жерде ең бірінші жеке тұлғаның суреттерін тарату бір бап. Одан кейін адам өлімі. Екінші бап. Одан кейін баса көктеп үйге кіру. Одан кейін тұтқынға алу 4 бап. Тағы да баптар қосылуы мүмкін. Енді оның бәрін айтып отырмын ғой жаңа. Оның бәрін мен ешқандай неғылмаймын. Мен оны жақтап атқан жоқпын. Бірақ енді бала ондай емес. Осыған жеткізген кім? Мен бар нем осыған жеткізген кім? Солар жеткізіп отыр ғой. Ұрып, издеваться етіп. Сен ол суретін көресің, ада қалай издеваться. Анандай издевациядан адам атып емес. Мен сол жерде білмеймін, өзім ақ бауыздап тастар едім. Жақсы, Шынар апай, сіз мынандай сұрақ қойыңызшы. Анасыз ғой. Қанша балаңыз бар жалпы? Не қыласың, балаларым бар, жетеді. Онда былай деп сұрақ қойыңызшы. Сіз жақтан, сізден кеткен қандай қателік бар? Мен енді әкесіз, мен жақтан ешқандай қателік жоқ. Мен баланы
жақсы өсірген. Бәрі айтатын, балаң қандай жақсы, қолы шебер, бәрін істейді, жүгіріп, бәріне кімнен сұрашы, кімнен осы жерде тұрғанда, бәрінен сұрап шықшы, бәрі еламанды мақтайды. Бәрі ой алтын балаң деп. Біреу жаман деп айтып көрген емес. Бір адам балаңды жаман деп айтып көрген емес. Енді Мамандығы кім Еламанның? Маман Костоправ қой. Мына көлік сол Еламанның көлігі ма? Жоқ, жерде Еламанның көлігі жоқ бұл. Осындай көліктер жөндейді, осындай көліктерді басынан аяғынан аварийный андай мындай жөндейді, жасайды. Полиция қызметкерлері, тергеушілердің көлігін жөндеп пе еді? Жоқ, ондайларын жөндеген жоқ, ондайларын көрген жоқпын. Ол үйде жөндемейді ғой. Эстуда жөндейді. Қазір енді әлеуметтік желіде прокуратура аудандық ісін салғырт жүргізген полицияларға қатысты іс қозғады. Жоқ, енді жасаған шығар, жасаса да ол ақшаға жасайды ғой, бекерге ешкімге жасамайды ғой. Жасаған шығар, ақшаға жасайды, өйткені ол жұмыс істемейді, сонымен күн көреді. Мен міне пенсионермін отырған, тұратын. Екеуміз кім бағады мен, сол бала бағады. Жақсы, енді ұлыңызды қамауға алып, одан кейін шығарып жіберіпті. Иә, РУВД. Ол сол ұрған күні ғой. Иә. Сол ұрған күні. Оны мен РУВД да алып қалды деді. Оны ұстап алып, ол жерге апарған, оны да білмеймін. Айтып отырмын ғой, сол ұрған күні, заявление жазған күні, сол күні. Және босатып жіберген үшін прокуратура қазір полициялардың үстіне іс қозғап жатыр. Оны да білесіз, иә? Оны білмеймін, оны естіген жоқпын. Мен әлі барған жоқпын, мен әлі шақырған жоқ. Следователь айтты, тәте 3-4 күнде мынаны бітіріп алайық, содан кейін шақырам деді. Мен ол жерге әлі не берген жоқпын. Сондықтан әлі барған жоқпын. Сол бірінші журналистермен кездесіп алайын. Бірінші хотя бы болса да жүйеліге шығып айтайын, мынау шулап жатқан елге не үшін, қандай немен бұл бала ондайға бармас еді бұл бала. Ол арада бір нәрсе болған соншалықты бұл баланың намысына тиетіндей. Намысына тиген бұл баланың іші. Енді сен шешеңді де қазір 3 күннің ішінде кет, мына жерден көзіңді жоғалтпасаң, бауыздап кетем үйге десе, сенде не үшін олай айтқан? Не үшін айтқан, сол қызбен татуласқан, бұл қызға барып жүрген, алдында айтқан кемесін, жолықпасын деп. Бұл бармайым деген. Аружанның өзі кешірші деп. Кешірші, даже телефонда несі бар? Кешірші, Елама, мен тастамашы мені деп. Мен арызымды алам деп. Не үшін арыз жазған? Арыз жазғанда сол жаңағы не ғой? Суреттер үшін. Енді бәленің барлығы сол суреттен болып тұр ғой. Ал енді оны алып тұр ғой. Оны қыз заявлениені барып РУВД-ға алып тұр ғой. Мен өтірік айтып. Кімнің нұсқауы бойынша алып тұр қыз? Өзі барып айтып алып тұр. Өзі екеуі барып алып тұр. Екеуі татуласып, өзі барып мен өтірік айттым деп алып тұр ғой заявление. Онан кейін бұлар келеді ғой, жүреді ғой, үйге келеді, тамақ ішеді, айтып отыр. Келеді, қонады, кетеді, сөйтіп жүрді ғой бұлар одан кейін. Ол сол неден кейін. А қазір оны өршіктіріп, изнасил, анамын, ондай ештеңе болмаған. Зачем оны өтірікті? Айтсайсың ба шындықты кететін бала, ол кетеді. Білем, ол жаққа да ол білем, баласынан айырылып отыр. Ол анаға да көңілімді айтам. Бірақ енді мен де анамын, ол да ана. Бәріміз де өз баламыз, каждый өз баласын ойлайды. Солай емес пе? Мен де жаным шығады. Бірақ мен айтам, өлтірсе өлтіріп кетсін, бауыздаса бауыздап кетсін, тек тиіспеу керек еді, бармау керек еді, шақырды ғой, шақырған соң барып отыр. Шақырмаса сол күні ештеңе болмас, бала да өлмес еді, менің балам да ұсталмас еді. Міне менің ішімдегі жан айқайым жаным. Сол күні бармағанда ештеңе болмас еді. Бұлар топырлап тұр, оны ұрады, оны издеваться деп, түсіреді. Бұл не деген сұмдық? Жақсы, енді сол кезде дәл сондай ақпаратпен үйге балаңыз ерсілі-қарсылы келді дедіңіз ғой. Неге сол кезде сіз дереу полицияға хабарласпадыңыз? Енді ол келгенде мен айтып отырмын ғой, ол маған айтқан жоқ, ұрған, соққан, барды комнатасына, бұна комнатасы бөлек. Енді скорый келіп айтты ғой, побой бар деп. Побой бар деді, оны мен енді тұрсын түнгі таңертеңгі. Жақсы, енді сіздер шақырмасаңыздар да жедел жәрдем міндетті түрде құзырлы орган полицияға хабар беру керек. Олар неге хабар бермеген? Білмеймін ғой енді, олар хабар бермеген. Бірақ қан заключение, может балам өзі айтты, өзім разберусь деп айтқан шығар. Ол жерде балаңыз айтуы мүмкін, мен құлап қалдым деп айтуы мүмкін. Өзім шешем, енді побой деп тұр ғой. Маған скорыйдағы баланың айтқан, побой снимать етеміз деді тәте. Побой басына, ана жерде айтылып тұр. Ол может содан да кеткен шығар, басына тепкілеп, ұрғандықтан басында зақым бар деді. Басында зақым, заключениеде тұр ғой. Осы оқиға бітіп 2-3 күн өтті ғой енді, бір апта өтті. Осы аралықта ұзын құлақтардан қару туралы естімедіңіз ба? Қайдан алғанын, кім бергенін? Мен үйден ешкім шығарып атқан жоқ. Мен өшірге әкеп отырғызып қойып, отырмын. Сіздегі барлық өксік енді ананың балаға деген қамқорлығы ғой, оны түсініп тұрмын.
бірақ ана жақта білесіз Ернардың қазір жесір келіншегі жүкті және 3 баласы қалды. Енді ол деген кімнің кесірінен Қылмыстың арты жаза ғой енді, жазасын алады деп отырмын ғой. Мен айтып отырмын, мен оны баламды ақтап атқан жоқпын, жазасын алады. Бірақ сол кезде сол жаққа шақырмаса бұларды, бұны шақырып алып сөйтпесе, бұндай болмас еді ол. Үйде жатқан, ауырып жатқан баланы бұлар шақырып телефонға қайта сөйтіп алып кетіп отыр ғой. Әйтпесе бұл бала бармаса ондай ештеңе болмас еді ғой. Жақсы, және соңғы бір мәлімет есіме түсіп кетті. Балаңыз қылмыс жасап, кішкентай қызды алып қашып кеткеннен кейін алып қашқан жоқ, өзі отырып, енді ресми дерек бойынша солай. Енді ресми дерек шындығы балаңды көтеріп кеткен. Папа деп жүгіріп шыққанда көтеріп кеткенде, Аружан келіп алып кетеді деп айтып кеткен. Жақсы, енді оның өзі қылмыс қой, ол біреудің үйі. Білем. Мен оны қылмысынан кемітейін деп атқан жоқпын. Сондықтан Шынар ханым, енді маған сөз беріңізші, мен шақырғаннан кейін ресми дерек бойынша тұтқын қылып алып кетті делінген. Мен сол туралы айтайын, мен жалған ақпарат бере алмаймын ғой. Тұтқын қылып алып кеткеннен кейін таудан құлаған дейді. Қыздың тілі 8 жерден тілінген, ота жасаған дейді. Рулға неғып кеткен, бүйтіп баланы құшақтап секіріп ұстағанда баланың аузы рулға не қылғанда сол жерден кесілді. Қазір енді анасы мен қызы, білесіз ғой, ауруханада жатыр. Ауруханада жатқан білмеймін, анада сұрағанда бәрі нормально, біз барып сұрадық қой қызды. Нормально, бәрі шығып кетті, нормально бәрі еді. Ештеңе де жоқ деп бізге айтты. Қыз сау, жақсы деді. Жақсы. Енді мен, сіз мені шақырғаннан кейін мен келдім, сізден сұхбат алдым. Алып қосарыңыз бар ма? Алып қосарым деп болғанда енді білмеймін өзім қалай әлгі не дейді. Енді мен ешкімнің басына ондай жағдай келмесін, ешкімге не қылмаймын. Мен көп сөйлей алмаймын да, әлгі заикаться етіп қаламын, сондықтан. Ол жақта да маған не қыламын, аяймын, шеше ғой, ол да шеше, баласынан айырылып отыр. Енді менің де мен қанша жасқа келдім, 70-ге келіп қалдым. Мен де ол бала қаншаға кетеді, бір Құдай біледі. Мен де көрмеймін ол баланы. Мен де тірі өлікпін жүрген енді. Ол да көре алмай қаламын. Енді екі адамның өмірі қиылып кетіп отыр ғой. Қалай қарап отырсам, бір қыздың кесірінен екі адамның өмірі қиылып кетіп отыр. Соны өзі-ақ шешіп, ағасында ештеңесін алып, татуласты ғой содан кейін. Бір емес, қанша татуласты, қанша жүрді. Соны кішкене сөйту керек еді. Бүйтіп өшіктірмей, білмеймін енді. Ондайға баратын бала емес еді, мен түсінбеймін. Әлемге шейін ойлаймын, бұл неге сонша тегі, енді бауыздаса тек бауыздап кете берсін мені. Мен қанша жасым қалды дейсің, бір аяғым жерде, бір аяғым көрде қарағым. Қанша жасым қалды, бауыздаса өз өмірін ойлау керек еді, менің өмірімді емес. Ол мені мамамды бауыздап кетеді деп жаны шыққан, міне көрдің ба? Ар намыс деген еркекте болады, әйел адамда болмаса да, ар намыс деген еркек адамда болады. Ол шешесін бүйтіп айтып отырса, өзін иттей қылып боқтап, ананы бүйтіп боқтап отырса, мен ол баланы көрдім. Көрдім, маған кеп угрожать еткенде көргем мен, түрінен ақ көргем мінезінің ана баланы. Соны мен айттым, өзім неғып тұрғанда, білмеймін, мен айтып тұрған жоқпын, ой, мен баламды ақтап алайын, бүйтіп алайын, несін сұрауын кемітейін, жоқ. Ол бала өз несін алады, өз несімен барады. Ол да қазір бар шындықты айтады. Өзінің несін бәрін айтады. Жақсы. Просто мына мен жақтан айтып отырамын. Өзім ел естісін, енді неғым кішкене болса да баламды енді сонша ишак деді де біреусі, қаншер деді де біреусі, айтпағандары жоқ. Мен өзім көрмесем де естіп жатырмын. Желіге кірген жоқ, мен өзім кішкене басым ауып оқырым бар, сондықтан да ешкім мен не қылмайды. Жақсы. Көрсеткізбейді. Сол осыны айтып, соны таратсаң жаным, бана елдер естісін, көрсін. Мен шешесін ағы үндемей отыр. Не, кінәлі ма? Кінәлісі кінәлі, мен оны ақтамайсыз бастысы. Ақтамайым. Кінәлісі кінәлі. Жақсы. Сол. Ардақты ағайын, ананың өтініші бойынша Талғар ауданы Қызыл Қайрат елді мекеніне келіп сұхбат жүргіздік. Қазір енді тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Естеріңізге сала кетейін. Еламан және екі жігіт болып, Аружанның үйіне баса кіріп барған. Екі жігіт кәмелетке толмаған балалар екені анықталды. Олар да қазір изоляторға қамалды, тергеу амалдары жүріп жатыр. Дәл осы тақырып бойынша тың деректер түссе, мен сіздерге дереу бөлісетін боламын.
Ардақты ағайын, дәл қазір біз Талғар аудандық прокуратурасына келдік. Өз ісін салғырт жүргізген полицияларға қатысты жауап алу үшін. Қазір енді прокуратура мәлімдеме бере ме, бермей ме, бірге барып көрейік. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Кезекші прокурор бар ма? Ар жақта охрана бар, соған ар жақта. Вот дверь откройте, как железная. Ассалаумағалейкум. Рұқсат па кіруге? Кезекші прокурор керек еді? Біз тұрған жер Талғар аудандық прокуратурасы. Мына жерде камерасы бар. Осы түрді қарап, егер мен прокуратура қызметкері болсам, бәлкім есігі ашылып, автомат түрде кіріп кете аламын. Саламатсыз ба? Қандай сұрақпен кімге? Басшылыққа, немесе Қазіргі таңда просто бізде генеральный прокуратурамен видеоконференция связь болып жатыр да. қанша уақыт күтейін? Ұзақ болмайды деген үміттемін. Болды, Сәл онда. күте тұрсаңыздар, Күтем. айтамыз, иә, қабылдайды сізді. Жақсы, рахмет. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Өзім таныстырсам, Руслан Өтепбай, Ага. журналистпін. Сіз өзіңіз таныстырсаңыз. Кезекші прокурор, Талғар ауданы прокуратурасының аға прокурор Төлегенов Мәртхан. Кабинет көрсек болады ғой, азаматтар қабылдау. Мынау дауыс жазатын құрылғы. Іле салайыншы. Сізге қояр сұрағым, резонансты оқиға бойынша Талғар ауданы Қызылқайрат елді мекенінде болған. Полициялардың ісінің салғырттығы анықталды ма? Енді сізге мен айтып өтейін, қазіргі таңда қылмыстық іс Алматы облысы полиция департаменті тергеу басқармасында тергеуде. Ол қылмыстық іс бойынша қадағалауды Алматы облысының прокуратурасы жүргізеді. Сондықтан да барлық қандай да керекті ақпаратты Алматы облысы прокуратурасына барып алсаңыздар болады. Демек, бұл іс сіздердің құзырлықта емес қой? Жоқ, біздің қадағалауымызда емес қазіргі таңда. Ал енді оған дейінгі, іске дейінгі әрекетке көшейінші. Талғар полициясында, Талғар ауданы полициясында бұған дейін де резонанс істер көп болды ғой. Осы қылмысты алдын алуға мүмкін бе еді? Енді басқа да қандай ақпарат керек болса, жаңа айтып өткендей, Алматы облысының прокуратурасына барып, сол жерден ақпарат алсаңыз болады. Жоқ, ол мына іске қатысты ақпаратты айтып тұрсыз ғой сіз, оны түсіндім. Ол туралы сұрақ қойып жатқан жоқпын. Жалпы осындай қылмыстарды алдын алу үшін не істеу керек? Сіздер енді, сіздердің жұмыстарыңыз полицияны бақылау ғой, қадағалау органысы ғой. Қадағалау органысы. Иә. Енді демек сіздердің қадағалауларыңыз аз болды ма, қалай болды бұл іс? Қазіргі таңда барлық тергеу тексерулер жүргізіліп жатыр. Соның нәтижесімен, қорытындысымен белгілі болады. Ол енді Жауапты, кімдер жауапты, қандай кемшіліктер болды, соның бәрі анықталады. Содан сізге хабарлайтын болады. мына қылмыстық іс Алматы полиция департаменті, Алматы облысының полиция департаментінде және Алматы облысының прокуратурасында. Жоқ, қылмыстық іс Алматы облысы полиция департаментінің тергеу басқармасының өндірісінде. Тергеу басқармасының өндірісінде қылмыстық істер Алматы облысының прокуратурасы қадағалау жүргізеді. Яғни солар қадағалайды, солардан қандай да бір қылмыстық іс бойынша ақпаратты солардан алсаңыз болады. Жақсы, ол туралы түсіндім. Енді мен негізгі сұрағыма жауап алған жоқпын да. Полицияны, енді ол орган ішкі істер министрлігіне қарайды. Ол органның салғырттығына сіздер қарайсыздар ғой енді. Талғар ауданының прокуратурасы. Енді салғырттығына болғанда біздер қадағалаушы органбыз, олардың іс-әрекеті болғанда біз қабылдаған шешімдер соларды қадағалау жүргіземіз. Енді осыған дейін де қаншама істер болды ғой, неге Талғар ауданы дәл осындай қылмысқа, криминалға ұласып кетті? Енді ол бойынша ол сұрақтар енді кезекші прокурор ретінде мен енді өзім түсінесіз. Жауап бере алмайсыз? Иә, ол сұрақтар жоқ. Осы Талғар ауданының негізгі прокуроры қайда? Ол кісі қазір Тагаев Ерлан Әлжанович бейнеконференция байланыс арқылы жиналыста отыр.
Әлі жиналыс біткен жоғары жоқ па? прокуратура тарапынан жиналыс болып жатыр сол жақта. Жақсы, егер заң аясында жаңағы полицияның салғырттығы 370 бап бойынша дәлелденсе, әгәрәки сот қаулысымен, қанша жылға бас бостандығынан айырылуы Енді мүмкін? ол қылмыстық іс ол туралы енді ол арнайы прокурорлар Алматы облысының солардың өндірісінде, солар тергеп тексеру жүргізуде. Ол қылмыстық бойынша да солардан Жоқ, оны түсіндім. Бұл енді мен анықтама ретінде білейін деп сұрап отырмын да сізден. Егер дәлелденсе деп тұрмын. Енді ол жағын енді солардан сұрап, солардан жауап алсаңыз болады. Жаңағы арнайы прокурорлардан қозғалған істер бойынша. Жақсы. Ардақты ағайын, біз енді Талғар ауданының прокуратурасының кезекші маманымен сұхбат жүргіздік. Енді келесі аялдамамыз біздің Алматы облысының прокуратурасына бағыт аламыз. Бүгінге осы.